Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге кеспені жайып кесетіндерге ерінетіндер үшін бір ерекше тәсіл түрімен бөлісемін. Бар болғаны 15 минуттың ішінде кеспе көжеңіз пісіп дайын болады. Ең алдымен подливка қажетті заттарды жуып тазалап аламыз. Пиязды және сәбізді ұзыншалап төртбұрыштап тураймыз. Тезірек пісу үшін барлығын төртбұрышта ұсақтап турап аламыз. Дайындап алғаннан кейін келесі кезекте пешті қыздырып, қазанды қойып, аздаған май салып, оған осы заттарымызды салып қуырамыз. Сәбіз жылдам пісуі үшін 7-8 минуттай қақпағын жауып қуырып алдым. Келесі кезекте аздаған фаршты алып, оның үстіне пиязды ұсақтап турап, дәміне қарай тұз және бұрыш салып, қолымызбен дөңгелектеп, тефтел тәрізді етіп жасап аламыз. Баяу отта қуырыла бастаған сәбіз бен пиязға жарты шай қасықтай томат пастасын қостым. Қуырылып дайын болған кезде оның үстіне су қосамыз. Достар, бұл кеспенің жасалу жолын ютубер дәм арнасы каналынан қарап жасадым. Каналын описание бөліміне қалдырдым. Міндетті түрде тіркеліп, рецептерін қарап көріңіздер. Өте жеңіл, тамаша каналдардың бірі. Келесі кезекте кеспені дайындауға кірісеміз. Ол үшін бір жұмыртқаны салып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, және де 2 ас қасық су қосамыз. Тұз ерігенше шайқап араластырып, оның үстіне 4 ас қасықтай ұн саламыз. Жұмыртқаның көлеміне қарай ұнды мөлшерлеп саламыз. 4 ас қасық ұнды толтырмай мөлшермен ғана саламыз. Кеспенің құрамы өте қою болып кетсе, немесе сұйық болып кетсе, кеспе дұрыс шықпай қалады. Қазандағы су қайнап 5 минуттай сәбіз қайнағаннан кейін оның үстіне ұсақтап турап алған картопты салып, және де дәміне қарай тұз қосамыз. Алдын ала дөңгелектеп қойған фарштарды да дәл осы уақытта салып, ары қарай қайнатамыз. Кеспенің құрамын толықтай салып болғаннан кейін оны шпажкамен араластырамыз. Түйіршіктер қалмай біркелкі болып араласуы тиіс. Қақпақтың көздерін ірі-ірі етіп тесіп, дәл осылай қыса отырып, қайнап тұрған суға саламыз. Дайын болған кеспе қолмен жайылған кеспеге қарағанда жұмсақтау болып шықты. Достар, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.